Аса қамқор ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Бірінші, Құранды сергек кезде оқу керек. Ұйқы қысқанда, адам ұйқылы ояу отырған кезде, ұйқысырап отырған кезде Құранды оқитын болса, жаңылысып қалу мүмкін, немесе оқып жатқан жерінің мағынасын түсінбей ойлана алмауы мүмкін. Сондықтан Құран кәрімді сергек кезде, Құранды беріліп, мағынасын түсініп оқуға тырысу керек. Екінші, Құран оқу барысында есінеуден сақтану керек. Есінегісі келетін адам Құран оқуын үзіп, аузын жауып, есінеу біткен соң ғана Құран оқуын жалғастыру қажет. Үшінші, Құранды ықыласпенен, Алла Тағаланың ризалығы үшін құлшылық ниетіменен оқу керек. Сонда оқылған Құранның әрбір әріпіне сауапта жазылады. Және Құранды оқуды тастап кетпеу керек. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Құран басынан соңына дейін оқып, одан кейін қайта бастауды Алла Тағалаға ұнамды амалдардың қатарына жатқызады. Құран оқып жүрген адамдар, мүминдер, мұсылмандар бұны жақсы біледі. Құранды аяқталған соң өзің Құранды қайтадан бастап оқып кете бересің. Бұл осы Құранның қасиеттерінің бірі болып табылады. Құранның жаңағы құпиялық жарияланбаған, зерттелмеген қырлары өте көп. Менде осы Құранды қолыма 1990 жылдан бері қолыма Құран ұстап, 1999 жылы медресені бітіріп, 2018 жылы, 2020 жылы дінтану магистратурасын бітіргенмін. Осы Құранның қасиетін зерделеп, Құранның ғылымы бойынша, пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху уассаламның ілімі бойынша, емшілік, мынау космоэнергетика, биоэнергетика салаларының бойынша диссертация қорғағанмын. Алла істерімізге береке берсін. Біздің сабақтарымызға, қатынасуларыңызға әбден болады. Бұл менің сабақтарым ғылыми дәлелденген, тәжірибемнен өткерілген сабақтар болып табылады. Алланың нұры жаусын баршамызға. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.